Ертеде бір жетімдер өмір сүріпті. Олар ағайынды Иванушка мен әпкесі Аленушка еді. Аленушка інісі Иванушканы қатты жақсы көретін. Өйткені ата-анасы тірі кезінде бауырыңа қара, екеуің бауырмал болыңдар, тату-тәтті болыңдар деп үнемі айтып отыратын. Әкесі мен анасы өмірден өткен соң, балалар қамқоршысымен бірге тұрады. Аленушка мен Иванушканың ата-анасы біраз байлық жинаған кісілер екен. Дүние байлығын қамқоршысы өзінің пайдасына жаратады, ал балаларды үй тірлігіне салып қояды. Кейін дүние байлығы азая бастаған соң, жинаған ақшалары таусылғаннан кейін Аленушка мен Иванушканы бір күннің ішінде үйлерінен қуып шығады. Өйткені енді оларды масыл қылғысы келмейді. Олардың күн көруге ештеңелері болмайды. Аз ғана азық-түліктері де ада болады. Содан Иванушка мен Аленушка ауылдан ауылға көшіп, елді аралап жұмыс іздейді. Аленушка өзінің кішкентай інісін ешқайда жібергісі келмей, көз алдында екеуі бірге өскенін қалайды. Сөйтіп жүріп, әртүрлі жұмыстарға жалданады. Жүріп бір күні күннің суығында аспанда бұлт торлап, жаңбыр жауады. Жердің бәрі дымқыл, балшық, шалшықтар пайда болады. Одан кейін күн шайдай ашылып, түк болмағандай аптап ыстық басталып кетеді. Сол кезде Иванушканың қарын ашып, әрі шөлдеп, «Апкетай, мен мына жылқының тұяғызынан су ішемін» дейді. «Ішпе, бауырым, жылқы болып кетесің» дейді Аленушка. Олар әрі қарай жүреді. Бірақ біраз уақыттан кейін Иванушка тағы да «Апкетай, мен шөлдеп тұрмын, сиырдың тұяғызынан су ішемін» дейді. Аленушка тағы да «Ішпе, Иванушка, сиыр болып кетесің» дейді. Олар тағы да жүреді. Бір кезде Иванушка шыдай алмай «Апкетай, мен мына шалшықтан су ішемін» дейді. Аленушка «Ол ешкінің тұяғызы, ішсең ешкі боласың» дейді. Иванушка шыдамастан суды ішіп алады да, маңырап ешкіге айналып кетеді. Олар енді әрі қарай жүріп, бір үлкен сарайға жетеді. Сарай сақшылары қараса сондай сұлу, сары шашты қыз бен жанында аппақ ешкі келе жатыр екен. Күн суыта бастағаннан соң Аленушка осы маңға тұрақтап, жұмысқа орналасқысы келеді. Сол жерде жалғыз тұратын бойдақ бай оларды сыртынан көріп жүреді. Ал Аленушканы көріп тіпті ғашық болып, өзіне қызметші етіп алады. Көп өтпей бай оған үйленгісі келетінін айтып, Аленушканың басын айналдыра бастайды. Бірақ байдың ата-анасы өздерінің бай достарымен құда болу үшін қыздарын қонаққа шақырып қойған екен. Ол қыз Аленушканың сұлулығын көре алмай, оған әртүрлі қастық ойластырады. Ал Аленушка өзінің пейілі, ниеті аппақ болған соң, әрдайым мұндай сынақтардан аман қалатын. Ол Аленушканы жеп көріп, Аленушкаға үлкен бір қастық ұйымдастырады. Яғни басқа адамдардың көмегін пайдаланып, жамандыққа ұшыратпақ болады. Әлгі қаскөй қаншайып бір адамды жалдап, Аленушканы бөшкеге салып, суға батырып жіберуді бұйырады. Олар осы кезде ешкінің Иванушка екенін байқамаған болатын. Олар ешкінің жанында өздерінің құйтырғы әрекеттерін ұйымдастырып, оны Иванушка естіп жүреді. Ол күні бойы маңырап, жырылдап жүреді, әпкесін уайымдап. Ал ешкіні сойып тастаймыз дейді қаншайым. Сол сәтте ешкі бай өзінің әпкесін жақсы көретінін біліп, байға келіп, «Бай, мені өзен жағасына жіберші, ішек қарнымды тазалап алайын» деп өтінеді. Бай оны жібереді. Ешкі өзенге жетіп, «Апкетай, Аленушка, пышақтар қайралып жатыр, мені ешкіні союға дайындап жатыр». Бұл кезде Аленушка бөшкемен қалқып су бетінде кетіп бара жатқан еді. Аленушканың даусын ешкім естімеді. Тек жағада ешкі маңырап әпкесіне қарай жүгірді.
тас мені тартуда, шөп қолымды байлауда, мұң-зар жүрегімді кернеуде. Бауырым Иванушка, сен өзіңді күт, олардан қашып құтыл деп Аленушка бүшкешінен жауап береді. Ешкі тағы да бір рет жүгіріп келіп, тағы байға жүгінеді. Бай ешкінің бұлай бекерден бекер мазасызданып жүрмеген болар деп ешкіні аңдуға кетеді. Ешкі өзенге қайта-қайта жүгіріп, бүшкеге ұмтылып тұрғанын көрді де айқайлайды. Апкетай, Аленушка, пештер қайнап жатыр, пышақтар қайралып жатыр. Мені ешкіні союға дайындап жатыр. Бауырым Иванушка, өтінем, өзіңді күт, олардан қашып құтыл. Осы сәтте бай Аленушканың даусын естіп, көмекке адамдар шақырады. Аленушканы судан тартып алып, олар Аленушканы судан шығарып, ыстық көрпеге орап, ыстық сорпа беріп үйіне әкеледі. Бай Аленушкадан бұл жағдайға қалай түскенін сұрайды. Сонда Аленушка үйдегі қонақ қаншайымның әртүрлі адамдар жалдап, осындай жағдайға тап қылғанын айтып көз жасына ерік береді. Осыдан соң бай қаншайымды үйіне қуып жібереді. Аленушка өзін құтқарған байға рахмет айтып, оның жары болуға келіседі. Дәл осы кезде Аленушка мен Иванушканың қамқоршы болған ағалары Аленушканың бай жерге тұрмысқа шығатынын естіп, оларды дәреу қонаққа шақырады. Яғни өзінің туысы екенін білдірте отырып, олардың байлықтарынан үміттенеді. Қамқоршы олардан кешірім сұрайды. Сонда Аленушка, біз сені кешіреміз, бірақ есіңде болсын, жетімдерді ешқашан ренжітуге болмайды дейді. Осылайша олар қоштасып, өмір бойы қайта кездеспейді. Ал қамқоршысы бармағын тістеп қала береді.